Баршаңызға қайырлы күн. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін оразаның 6-шы күнінде ауызашарға сиыр етінен сорпа және қуырылған түшпара дайындайтын болам. Алдымен жылы суға 1 шай қасық тұзды, 1 жұмыртқа және жарты кесе еріген сармайды құйып, әбден араластырып алдым. Одан кейін елеп дайындап қойған оның үстіне құйып, орташа тығыздықта қамыр елеп, оны бір 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде дайын тұрған картоптың үстіне бір жуаны ұсақтап турап қуырып алып, қосып және қара бұрышын тұзын қосып дайындап алдым. Енді қамырымыз дайын, иінін қандырып елеп, бірде қылып 2 бөлікке бөліп, ұнды сеуіп отырып нанымызды жаямыз. Нанды өте жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, езіліп кетеді. Одан кейін бірде қылып бірнеше бөлікке бөліп кесіп алдым да арасына дайындап қойған салмасын саламыз. Салмасын салып, түшпараны бөліп, жан жағын бүріп алып, одан кейін қызып тұрған майға екі жағын аударып отырып қуырып алдым. Сорпамыз да дайын және винегрет салатын дайындадым. Түшпара дайын болғаннан кейін ыдысқа түсіріп алып, оны майонезге және дайын салатты қойып қойдым. Салатымыз да дайын, сорпамыз да дайын, ас болсын.